Енді мынандай сұрақ, Досаға келесі сұрағым сізге. 2007 жылдан бастап қателеспесем, мынау сайлауға өзін-өзін ұсынатындарға қатысты жаңағындай, яғни өзін-өзін ұсына алмайды, тоқтатылды. Тек саяси партия немесе жаңағы бір республикалық қоғамдық бірлестіктердің атынан ұсынылады. Енді Досаға сізге осыған қатысты пікіріңізді білгім келеді. Мынау әлеуметтік желіде бүгін мысалы көшеде халықпен тілдескен кезде де көптеген адамдардың пікірі Дос Көшім президенттікке атын ұсынса екен деген пікірлер жиі естілді. Осы бағытта сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Сайлауға түскіңіз келе ме жалпы өзіңіз? Өте қиын сұрақ екенді. Шындығында мен талай жерде айттым, осыдан мүмкін 10 жыл бұрын айтқан шығармын, мен еш уақытта не атқарушы билікке, не заң шығарушы билікке бармаймын. Мен негізінен ағартушы саясаткер бағытын ұстанып жүрген адаммын, сондықтан өз басым да ондай ойы жоқ, ондай мақсатым жоқ екенін ашық айтайын деп отырмын. Екіншіден, менің ойымша жаңағы шарттардың ішінде бұрын басқа мемлекеттерде жоқ тағы бір шарт бар. Бұл мемлекеттік қызметте 5 жыл жұмыс істеу керек деген шарт бар. Президенттікке түсетін үміткердің білетін шығарсыздар. Менің ойымша бұл өте бір ыңғайсыз шартта. Егер президентке түсетін адам желтоқсан оқиғасына қатысса, әйтпесе тәуелсіздік үшін күрессе деген шарт болса мен түсінер едім. Ал сол билікте жұмыс істеген адамның әрі қарап тек қана солардың түсуге мүмкіндігі бар деген нәрсе адам таңғалдырады. Себебі жаңа келетін президент, оның жаңа ойы, жаңа мақсаты, позициясы, тұғырнамасы бөлек. Олар башқұрттарда саяси бәсекелес. Олар сол мемлекеттің қызметін істемеуі әбден мүмкін. Сондықтан менің ойымша бұл шарттардың да бәрін қайталап қарау керек сияқты. Енді жаңағы неге келетін болсақ, әрине, егер кез келген азаматтың президентке түсуге мүмкіндігі болатын болса, мыңдаған адам, не болмаса 10 мыңдаған адам арыз береді, ол уақытта еш уақыттарда оған уақыт та жоқ, емтихан алуға дейік, басқасы да уақыт жоқ. Сондықтан әрине қоғамдық ұйымдардан, саяси партиямен қосып қоғамдық ұйымдарын қосқан дұрыс. Бірақ тек қана республикалық қоғамдық ұйым емес, менің ойымша кез келген қоғамдық ұйымдар өздерінің кандидаттарын ұсына алатындай мүмкіндік берген дұрыс та, себебі бұл да бір демократияның белгісі. Осы тұста анықтап өтейікші, Айсана ханым. Заң бойынша Қазақстан жаңа президенттігіне кімдер үміткер бола алады? Енді ол жаңағы біріншіден кандидат деп аталады. Президенттікке ұсынатын кандидаттар. Олар біріншіден Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Ол деген кандидат 40 жасқа келген. Онан кейін мемлекеттік тілмен еркін жаңағы сөйлейтін, еркін қолданатын сондай кісі болу керек. Қазақстан Республикасында соңғы кездері 15 жыл тұру керек. Онан кейін Конституцияда жоғарғы білімі болу керек деп айтылған. Және де конституциялық заңға сәйкестеніп, тағы да жаңағы ерекшеліктері бар. Ол деген жаңағы мемлекеттік қызметте, сайлау қызметтерінде 5 жылдан кем емес жаңағы тәжірибесі болу керек. Және де жаңағы сайлау құқығы болу керек. 33-ші Конституцияның 33-ші бапқа сәйкес сайлау құқығы болу керек. Түсінікті. Құрметті көрермен, сайлауға қатысты сауалдарыңызды WhatsApp арқылы экранда көрсетілген нөмірге жіберулеріңізге болады. Міндетті түрде оны оқып, біздің қонақтарымызға қоятын боламыз. Келесі сұрағы мынандай. Талмал саясаттанушы Айдос Сарым осы кезектен тыс президент сайлауын өткізудің 4 себебін атаған екен, атап өтейін. Біріншісі геосаясат, екіншісі инвестициялық және бизнес ахуалға әсер, үшіншісі билік пен мемлекеттік аппараттың бірлігі және елдегі партиялық саяси жағдайға оң ықпалын тигізу деді. Осы тұрғыда Досаға сіздің пікіріңіз қандай? Неліктен мерзімнен жаңа кезектен тыс өткізіп жатырмыз? Біздің президент кеткен күні біздер Азаттық радиосына тікелей эфирге шыққанбыз. Серікболсын Әбділдин екеуміз. Сол уақыттағы мен ең бірінші айтқаным, президенттің өкілеттілігін алған адам уақытша міндетті түрде 2 айдан кейін сайлау өткізу керек деген. Бұл барлық елдерде бар, енді 99% елдерде бар мәселе. Себебі қазір Тоқаев мырза Лашмақтарда легитимді емес. Ол ешқандай реформада жүргізе алмайды.
башмақтары бір дүбәрі күйінше қалған сияқты. Оның негізгі міндеті сайлау өткізіп, сайлау өткізгеннен кейін басқа бір адам бола ма, өзі бола ма, ол екінші мәселе. Сондықтан бұның 2 айдың ішінде президент сайлауын өткізу керектігін мен толық қолдаймын. Бірақ әңгіме екінші мәселеде, және жаңа маған сұрақ қойдыңыздар ғой, сіз түсеміз деген ойыңыз бар ма деп. Ең басты мәселе сайлау туралы заң, сайлау жүйесі Қазақстандағы өзгермесе, бізде ашықтық пен жариялық, демократиялық сайлау енбесе, ондай жағдай жасалмаса, бұл сайлауда баяғы сайлаулардай өте ме деген менде күдік бар, және сенім бар. Сондықтан бірінші жағынан жаңағы Тоқаевтың шешімін өз басым қолдаймын. 2 айдың ішінде әрине міндетті түрде өтуге тиіс. Бірақ ол сайлаудың алдында сайлау заңын, сайлау жүйесін өзгертіп алғаны дұрыс еді да. Түсінікті. Осы сұрақта сіздің қосарыңыз бар ма? Болады ма? Бұл жерде енді бұл кісімен келісіп отырып, бірақ бұл бір нәрселер, бір ерекшеліктер туралы айтуға болады. Біріншіден, сайлау өткізу ол мемлекеттің міндеті. Сайлау өткізу, конституцияға сүйеніп, заңнамаға сүйеніп сайлау өткізу мемлекеттің міндеті болғаннан кейін, сайлау ол екіншіден жаңағы легитимдік түрі ғой. Легитимдік түрі ол жаңағы заңдық түрі. Сайлау өткеннен кейін, халық сайлағаннан кейін, жаңағы небір адамды оның ішіндегі жаңағы президентті, депутаттарды сайланғаннан кейін, ол заңды болып есептеледі. Үшінші мәселе, жаңағы сайлау ол халықтың жаңағы көрсеткен өзінің пікірі. Соған байланысты сайлау бар жағынан ол заңды болып есептеледі. Сол үшін қазіргі жағдайда біздің Қасым-Жомарт Кемелұлы жаңағы өзінің шешімін қабылдап отқан кезде, осы мәселелерді менің пікірім бойынша жаңағы қолдап отырып, сайлауды өткізуге шешім қабылдап отыр. Бүгін жаңағы жариялап отыр сол туралы. Түсінікті. Енді түсте ол жарияланды, бұл туралы, енді түстен кейін осы елімізде тіркелген ресми партиялардың ішінде әзірге 4-еуі осы сайлауға қатысты үн қатқан болатын. Соның ішінде Ақ жол партиясы съезін 13 сәуірде, Қазақстанның коммунистік халық партиясы съезі 26 сәуірде, ал Нұр Отан мен Ауыл партиясы сәуір айының соңына дейін өткіземіз деп хабарлама таратты. Осы тұста Дос аға, сізден сұрағым келіп отқаны, сіздің ойыңызша ықтимал кандидаттар кімдерді атай аласыз? Енді оны сол партияның съездері, конференциялары шешеді деп ойлаймын. Бірақ менің бір ғана тілегім бар, осының алдындағы Назарбаевпенен текетірес күреске шыққан тырнақшаның ішіндегідей сондай кандидаттар болмас екен деген. Менің өзім Назарбаев үшін дауыс беремін деген кандидаттарды өз көзімізбен көрдік. Бұл ойын түрінде болады. Менің тілегім сол партиялардан шынымен де мен президент болам деп текетіреске түсіп, өзінің дауысын, өзінің партиясының дауысы үшін жұмыс істейтіндей үміткерлердің болуын тілер едім де. Түсінікті. Енді бұл жаңағы партиялық тізіммен жаңа сайланатын алғашқы сайлау болайын деп тұр ғой. Сіздің пікіріңіз қандай? Кімдерді кандидат деп көріп отырсыз өзіңіз? Жалпы мен ол туралы жаңағы оны қоғамдық бірлестік, оның ішінде саяси партиялар өздері шешеді. Бірақ бір айтып кететін нәрсе бар. Жаңағы саяси партиялар, болмаса қоғамдық бірлестіктер өз жаңағы кандидат ретінде басқа сол қоғамдық бірлестіктің мүшесі емес азаматтарды жаңағы кандидат ретінде ұсынуға құқығы бар. Сол үшін бұл жерде жаңағы мен ойлаймын, ол тізімге әртүрлі саяси партиядан әртүрлі жаңағы кандидаттар кіреді, және де ол кейін жаңағы неден өткеннен кейін, отырыстан өткеннен кейін бір кандидатураға тоқтайды деп ойлаймын. Әр республикалық қоғамдық бірлестік тек қана бір кандидатураны ұсына алады. Түсінікті. Енді соңғы сұрағым Дос аға сізге. Президент кеңесшісі Ерлан Қарин мырза бүгін бұл сайлау транзиттік процеске нүкте қояды деді. Өзіңіз не күтесіз? Шындығында да мен де нүкте қойылса екен деп ойлаймын. Себебі менде мынандай да бір үміт бар. Егер Қасым-Жомарт Тоқаев мырза өзінің алғашқы сөздерінде де кейіннен де әділетті қоғам туралы көбірек айтты да, мүмкін ол кісіге осы сайлау арқылы, егер президентке келе қалса, шынымен саяси бір реформалар, демократиялық институттардың жаңғыртуын, қайталап құрылуына қызмет ету үшін осы легитимдік жолды таңдап алып сайлауға түсейін деп отырған сияқты деген менде бір ой бар, үміт бар.
Егер ондай болса, жаңағы Ерланның айтқан сөзі шындығында да дұрыс. Бірақ мен тағы да қайталаймын. Осы сайлау заңымен, осы сайлау жүйесімен, осы біздің сайлауды жүргізетін, дауыстарды санайтын адамдардың қалай жұмыс істейтінін, қандай жүйеде отырғанымызды мен жақсы білемін. Сондықтан бұл сайлауда дәл сол бұрынғы сайлаулардың жолымен жүретініне өкінішке орай мен өте сенімдімін. Түсінікті. Енді сіздің пікіріңізбен қорытындыласақ. Жаңағы заңнамаға, оның ішінде конституциялық заңға сүйеніп отырсақ, ендігі мынау осы сайлаудан кейін ендігі сайлау 5 жылдан кейін өтеді. Оны жаңағы 51-ші прим 1-ші бапта көрсетілген. Сол үшін оны транзиттік деп айтамаймыз. Неге? Заңнамада тікелей көрсетілген. Қазір өткен 9 сәуірде өткен сайлаудан кейін ендігі сайлау 5 жылдан кейін өтеді деп. Солай тура конституциялық заңның нормасында көрсетілген.